Мен ата-аналарға бір нәрсе айтқым келеді. Баттар мен витаминдер баланы задержкадан емдей алмайды. Задержка речевого развития, задержка психического развития. Тек қана баттармен емдеу деген қате ұғым. Ең алдымен сіздерде не үшін болып жатыр задержка, соны анықтап алу керек, конкретно диагноз алу керек. Ағзасында дефициттарға бірінші тексеру керек, анализдерге құлағын тексеру керек. Содан кейін барлығын орнын толтыру керек. Егер керек болған жағдайда коррекциялық жұмыстар жасалу керек. Бізде халық арасында баттар мен дәрі-дәрмектің арасында шатасып жатыр да. То есть көбісі ойлайды, баттар бізде как лекарственное средство ретінде, то есть бір нәрсені емдеу үшін пайдаланып жатырық дейді да. На самом деле баттар емдемейді. Олардың аты өздері айтып тұрғандай биологически активная добавка к пище. Просто если сіз дұрыс тамақтанатын болсаңыз, онда в принципе баттарға вы не нуждаетесь. И бала да не нуждается. Сіз ең алдымен анализ тапсырасыз. Если анализіңізде есть дефицит, ішесіз. Если дефицит жоқ па, ішпейсіз. Жөні жоқ баттарды іше бермеңіздер. Токсический гепатит болып жатыр. Балаларда өте көп откаттар болып жатыр. Жөні жоқ, ішпеу керек. Конкретно по назначению врача. Каждый рекламаға сеніп, жүгіріп барып баттарды алып, анадан өздеріңізге эксперимент жасағандарды қойыңыздар.